Ол үшін мына жерден шығайық. Сосын басқа бір қолданушыны тіркейік. Мысалы, ол басқа смартфоны, басқа жаңағы Өскеменнің басқа бір ауылынан біреу тіркелген сияқты болсын. Оны тест А1 деп қояйын, тест 1 деп қояйын, тест ком болып қала берсін. Енді электрондық почта басқа деген сөзін ғой. Ана алдымыздағы тест ком болды, оны тест А1, тест ком болды. Әр кезде әркімдікі өзі бөлек қой енді. Бұл енді тест ретінде көрсетіп отқаным. Пароль сол ретінде қала берсін. Бірақ әркім өз ғана білетін пароль тереді. Әрине, ол өйткені өзінің өнімі, ол өзінен басқа ешкім қолжетімді болдырмасын деп, өз паролін оны өз тереді. Өз бастан ойлап табады. Тіркейік. Жаңадан тіркелді мінекей. Кірейік. Тест.ком. Тест.ком. Кірдік. Кірген бетте енді сәлемдесіп отыр. Әрине, бірінші рет тіркелгеннен кейін ештеме жоқ. Ал енді жаңағы есімізде бар енді. Алдымыздағы қолданушы. Тест1, тест1.com. Тағы бір телефон тере салайын. Керісінше олай болсын. Енді осы Шығыс Қазақстан облысының Өскемен маңайына мына көзге түсіп тұрған мына Глубокое деген ауылды көрейік. Сол жерде бір адресті таңдайық. Бір үйді деймін ғой, енді адрес болда үйді таңдасақ, мына бір шетте тұрған үйді бүйтіп түртейік. Жаңа алдында көрсеткенде міне 500 метр радиусын көрсетеді. Бұл не үшін керек деп ойлайсыздар ғой. Негізі кезімен қазір жұмыс жүріп жатыр, жасанды интеллект қосамыз. Жасанды интеллекттен әркім осы қолданушы ақпарат ала алады да, қандай ақпарат? Негізінде ол осы жердің координатын біліп отырып, жасанды интеллект осы маңайдағы жердің құнарлығын көрсете алады. Әлемде бүкіл әлемнің почвенный карты деген бар. Почва енді, жердің, топырақтың. Соның ішінде химиялық бүкіл несі бар, зерттеулері. Сол арқылы мына жерде түрткен кезде жасанды интеллект осы ақпаратты қабылдап, сізге бір не бере алады? Ұсыныс, немесе кеңес бере алады да, қандай егінге, қандай өсімдіктерге жарамды жеріңіз деп. Сонда әркімнің өзінің де, менің енді орташа белгілегенім 500 метр көлемінде өзінің бір алқабы бар ма екен, өзінің бір егіні бар ма екен. Не болса, енді үй шаруашылығы болса, өзінің үйінің қасындағы бір 10 соткасындағы бір жері бар ғой. Соның несін, сапасын осы жерден ала алады. Сол себеппен жасалған дүние. Мейлі енді оны көп әңгіме қылмайын, ол кезімен бәрі орнына келеді. Ал енді 705 деп қояйын. Сонымен мындай бір телефон енгізілді, жаңарту дейік. Бұдан жаңа санаттарға көшеміз. Жүйе өзі көшіреді санаттарға. Енді есімде алған алдымыздағы қолданушы немене сатпақшы болған есімде. Өйткені енді негізі өмірде ондай мүмкін емес қой. Бірақ енді мен қазір есімде болып жатқаннан кейін соны сатып алмақшымын. Ол сіздерге енді анықтау үшін ғой. Тест ретінде ғой. Астық деп сатты өткендегі, бидай сатты. Ал енді мен сатып алу дегенді өзгертпеймін. Алдында ол сатты ғой, мен сатып аламын. Мен сатып алатын болсам, мысалы, тонналап, бағасы ол 100 мыңнан сатты, мен 100 мың 100 теңге деп қойыншы. 5 тонна керек дейінші. Сонымен қоржынға салайын.
қоржында 5 тонна тұр мінекей. Осын басқан бетте міне қоржын көрсетіледі. Қоржын негізінде осы смартфонда ғана жадында жазылады. Ал егер тапсырма жасау деп бассам батырманы, бұл серверге көшеді. Серверге көшкен бетте міне өткендегідей менің деректерім ішінде менің тапсырыстарымды деп ашамыз. Бұл жерде 500.500 теңге 8 қазан бидай сатып алу 100.100 теңгеге тонна. Сонымен өзгертуді білесіздер, енді бұл өзгертем десеңіз өзгертесіз. Қазірше өзгертпейік, қайтып, енді лайықты ұсыныстарды басайық. Ал байқасаңыздар, бұл жерде 2 жол тұр. Біреусі жаңа бидай 8 қазан бүгінгі күні улица Садовая, Ушанова, есіңізде ғой, Восточная Казахстанская область, мынау индексі сату 95.000-нан тоннасын сатып отыр, 10 тоннасы бар екен. Екінші пайда болғаны, бұл енді алдындағы бір жазбалар ғой. 9 шілдеде Бақанас ауылы бидай сатып отыр екен біреу, Қонаев көшесінде 100.000-нан сатып отыр екен, тоннасын 2 тонна екен. Ал енді бұны ары қарай қалай қолдануымызға болады? Енді біріншісін қалайық. Мына бетке басқан безде қоңырау шалу деген шығады. Енді жаңа телефон не үшін тіркедіңіз? Әркім өз телефонын тіркеген бетте, адресін тіркеген бетте осы ақпарат басқаларға қолжетімді болады. Көрдіңіз ба? Мына бидай сатып отқан адамның бағасы 95.000 теңге, саны 10 тонна, мекен-жайы, осы жерде мекен-жайы жазылып тұр, телефоны жазылып тұр. Ал енді бұдан кейін енді телефон жазылып тұрған кезде не қалады? Қоңырау шалу деген ғана қалады. Ал енді өз стандарт терезесі смартфонның ешқандай сіз телефонын ешқандай блокнотыңызға қаламмен жазбайсыз. Өзіңіздің тізіміңізде тұрған нәрсеге өзі автомат түрінде звондауға мұны теріп береді. Сізге не қалады? Тек қана мұна телефонның жаңағы белгішесін басасыз да жаңағы сатып атқан адаммен тіке байланысқа шығасыз. Сонымен сөйлесіп, ақпарат түгел алып отырсыз, айтасыз, ертең күні жаңағы мен Ушановада екенсіз, маған жеткізіп берсеңіз, не болса мен машина жіберем, жаңағы маған керек 2 тоннаны теп берсеңіз дейсіз де, сөйтіп келсіз, барып ақшасын қолма-қол бересіз ба, Каспий арқылы төлейсіз ба, ол ақша бұл жерде жоқ. Бұл жерде тек келісім шарт. Сонымен осы негізгі жеткізейін деген ақпаратым осы бүгінше. Назарларыңызға рахмет. Сау, саламат болыңыздар.